Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мукатай. Арнаны жаңа көрермені болсаңыз, жаңа ақпараттарды жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Бүгінгі тақырыпта аяқ-қолдың мұздап, үнемі тоңуы қандай аурулардан хабар береді? Себебі неде деген сұрақтарға нақты жауап аласыздар. Аяқ-қолдың суық ауа райында мұздауы дененің суыққа уақытша реакциясы болып табылады. Себебі суық ауа райында ми аяқ-қол тамырларының тарылуын мәжбүр етіп, қан айналымды шектейді, ішкі ағзаларда жылудың сақталуына көмектеседі. Бұдан бөлек, қысы-жазы қол-аяғы жылынбайтын адамдар бар. Тіпті тоңумен қатар аяқ-қолдары дымқыл болып жүретіндер де жиі кездеседі. Үнемі мұздап жүрудің себебі неде? Және қандай аурулардың белгісі болып табылады? Осы сұрақтарды кеңінен талқылап, нақты жауап берейін. Ең бірінші себеп қант диабеті. Бұл ауру кезінде адамда ірі және майда қан тамырлар зардап шегеді. Яғни қандағы қанттың мөлшерінің артуы тамырларды тарылтады. Сол себепті қан айналым баяулап, аяқ-қол мұздайды. Аяқ-қолдың үнемі мұздауының келесі бір себебі анемия. Яғни гемоглобин деңгейінің төмен болуы ағзада жылудың түзілуін төмендетеді. Темір жетіспеушілікті анемия кезінде әлсіздік, шаршағыштық, бастың ауруы, бастың айналуы, тырнақтың сынып, шаштың көп түсуі байқалады. Егер де осы белгілермен қатар аяқ-қолдың жиі мұздауы мазалайтын болса, дәрігердің кеңесі қажет. Яғни бұндай кезде қан анализінің нәтижесіне негізделген диета және гемоглобинді көтеруге бағытталған дәрі-дәрмектер тағайындалады. Аяқ-қолдың жиі мұздауының ең көп таралған келесі бір себебі қанның дұрыс айналмауы. Жалпы қан айналым адам бойындағы температураны қалыпты жағдайда ұстайды. Ал осы қан айналымның нашарлауына келесі факторлар ықпал етеді. Оларға варикозды тамырлар, қан тамырлардың бітелуіне әкелетін холестериннің жоғарылауы, темекі шегу, жүрек қан тамыр аурулары, аз қозғалысты өмір салты жатады. Келесі кезекте қалқанша безінің жұмысының нашарлауы да аяқ-қолдың мұздауы арқылы көрініс береді. Себебі қалқанша безі адам бойындағы энергияның көзі. Гормондарды реттейтін қалқанша безінің жұмысы бұзылған жағдайда аяқ үнемі тоңып жүреді. Егер де сізді аяқ-қолдың үнемі мұздауымен қатар есте сақтау қабілетінің төмендеуі, қатты шаршау, әлсіздік, шаштың түсуі, терінің құрғақтығы, артериялық қан қысымының жиі төмендеп кетуі мазалайтын болса, сізге міндетті түрде эндокринологтың консультациясы қажет. Себебі мұндай жағдай гипотиреоз ауруында кездеседі. Келесі бір себеп бүйрек аурулары. Бүйрек функциясының бұзылуы, қан тамырлардың қысылуын және қан айналымының бұзылуын тудыратын ісінуге алып келеді. Ал бұл жағдай аяқты мұздауына себеп болады. Аяқ-қолдың үнемі мұздауының келесі бір себебі ұйқының бұзылуы. Жалпы ұйқысыздық қан айналымды баяулатады. Қан ағымының баяулауы аяғымыздың мұздауына алып келеді. Сондықтан күніне 7-8 сағат ұйықтап дем алу қажет. Егер де сізді қысы-жазы аяқ-қолдың мұздауы жиі мазалайтын болса, міндетті түрде терапевт дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Дәрігер қан айналымның бұзылу себебін анықтап, қажетті емді тағайындайды. Аяқ-қолы тоңып жүретіндер салауатты өмір салтын ұстанып, яғни темекі шекпей, ішімдікке жоламай, мүмкіндігінше кофеде тұтынбауы тиіс. Себебі олар тамырды тарылтады, ал алкогольдік сусындар ағзаны сусыздандырады. Сонымен қатар көбірек қимыл қозғалыста болу қажет. Бұл өз кезегінде қан айналымды жақсартады. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.